Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жаңғақтың түрлерін және олардың адам денсаулығына пайдасын айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші пайдалы жаңғақ жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ кокос жаңғағы. Оның құрамында В тобындағы дәрумендер, макро және микро элементтер көптеп кездеседі. Бұл жаңғақты тұтыну арқылы сіз иммундық жүйеңізді, көзіңізді, ас қорыту жолдарыңызды жақсарта аласыз. Екінші пайдалы жаңғақ орман жаңғағы, яғни фундук. Орман жаңғағында теріңізді, шашыңыз бен тырнағыңызды сұлу қалпында сақтайтын А және Е дәрумендері бар, және олар ми қызметін де жақсартады. Орман жаңғағында ақуыз бен С, Е, В1 және В2 дәрумендері көптеп кездеседі. Сонымен бірге бұл жаңғақ калий, кальций, фосфор, темір, мырыш, натрий және кобальт сынды микроэлементтерге өте бай. Орман жаңғағында амин қышқылдары да бар. Үшінші пайдалы жаңғақ пісте, яғни фисташка. Ол калориясы аз жаңғақ. Пістеде дәрумендер мен минералдар өте көп. Ең тәтті жаңғақ деп Бразилия жаңғағын айтады. Ол ағзаға өте пайдалы, әрі оны өмірлік күш-қуат беретін жаңғақ деп те атайды. Бесінші жаңғақ түрі миндал жаңғағы. Бұл жаңғақтың құрамына калий, темір, фосфор элементтері кіреді. Онымен қоса С және Е дәрумендерінің қайнар көзі. Сонымен қатар темір, ақуыз, мырыш, магний, фосфор және кальцийге бай. Алтыншы түрі жер жаңғақ, яғни арахис, ең құнарлы тағамға жатады. Ол ақуызға өте бай жаңғақтардың бірі. Сонымен бірге бұл жаңғақтың құрамында фолий қышқылы мен амин қышқылдары және А, Е, Д, В2, РР дәрумендері бар. Бірақ жер жаңғақтар емес, бұршақ тұқымдасына жатады. Бұл керемет антиоксидант болып табылатын жер жаңғақтың дүние жүзінде 70-тен астам түрі бар. Ол көздің көруі мен құлақтың естуін жақсартады. Самырсын жаңғағы. Самырсын жаңғағы басқа жаңғақтарға қарағанда майлы қышқылдар мен Е және В дәрумендерімен толыққан. Орнын басқа ештеңе баса алмайтын ақуыз бен минералды заттар бұл жаңғақтың құрамынан да табылады. Келесісі грек жаңғағы. Жаңғақтардың ішіндегі ең пайдалысы осы грек жаңғағы болып есептеледі. Онда В1, В2, Е, РР және А дәрумендері бар. Бұл жаңғақтың құрамында да микро-макро элементтер жетерлік. Грек жаңғағын көбіне қаназықта жеуге болады. Сонымен қатар грек жаңғағы бүйрекке өте пайдалы, иммунитетті де көтереді. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше келесі видеода жолыққанша.